Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен 2-3 жастағы балалардың сөздік қорын көбейтіп, ұсақ моторикасын дамытуға арналған 2 түрлі ойынмен бөлісетін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Алғашқы ойынымыз жануардың дене мүшесін табу. Бұл ойын арқылы баланың логикалық ойлау қабілетін дамытып, клеймен жұмыс жасауды және де сөздік қорын көбейте аламыз. Алғашқы ойынды ойнау үшін бізге кез келген жануарлар қажет болады. Бұл жануарларды өзіңіз түрлендіріп алсаңыз болады. Яғни үй жануарлары, не болмаса жабайы жануарлар деп, теңіз жануарлары деп өзіңіз тематика бойынша балаңызға ойнатсаңыз да болады. Бұл шаблондарды сіз кез келген журналдың беттерінен алсаңыз да болады. Не болмаса біздің шаблонды қолданып ойнағыларыңыз келетін болса, комментарийға ссылка қалдырып кетеміз. Сол ссылка арқылы өтіп, өзіңізге көшіріп алып, шығарып, балаңызбен бірге ойнасаңыз болады. Алғыс ретінде біздің видеоға лайк басып, комментарийға кез келген пікір қалдырсаңыздар болады. Бұл ойын арқылы тіптен баланың көз-қол координациясын дамытуға да болады. Яғни өзіңіз видео барысында көріп тұрғандай, бала оның мысалы қойдың басын, жылқының басын дәлме-дәл қоюы қажет. Сол арқылы клеймен жұмыс істеп отыр, көз-қол координациясы дамып отыр, және де сөздік қоры да көбейіп жатыр. Өздеріңіз байқап тұрғандай, бұл ойын баланы жан-жақты дамытады. Сондықтан да бұл ойынды бір рет болсын ойнап көруге сіздерге кеңес беремін. Балаңызға ұнайтыны сөзсіз. Енді екінші ойынымызға келейік. Бұл көлеңкесін тап ойыны. Бұл ойында бір ескеретін жайт, балаңыздың көзінше ешқандай ойыншықты бастырмаңыз, көлеңкесін жасамаңыз. Өйткені бала барлығын тез қағып алатындықтан оңай қою мүмкін. Сондықтан да сіз балаңыздың логикасын дамытқыңыз келсе, балаңыз ұйықтап жатқан кезде, не болмаса ол басқа бөлмеде болған кезде жасасаңыз, яғни көлеңкесін дайындап қойсаңыз, балаңыз соншалықты логикасы жақсырақ дамитын болады. Мінекей, бұл ойынды осылай ойнаймыз. Сіздерге біздің бүгінгі ұсынған ойындарымыз ұнаса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналымызға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, өзге ойындармен таныса отырыңыздар. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.